Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы өнімділік. Бүгінгі сабақта балалар өнімділікке берілген есептерді шығарып үйренетін боламыз. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын практикалық жұмыс жасап көрелік. Барлығымыз қолымызға қағаз алайық. Және де барлығымыз 3 топқа бөлінейік. Кәне, бірінші топ қолымыздағы қағаздан ұсақ жасасын. Екінші топ кеме жасасын. Үшінші топ гүл жасасын. Қане, жасауға 2 минут уақыт беріледі. Осы 2 минут уақытта қай топ қанша ұшақ жасайды екен, қанша кеме, қанша гүл жасайды екен. Қане, іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Сендер қанша уақыт жұмыс жасадыңдар? Менің ойымша, сендер барлығын дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Осы уақытта қанша зат жасадыңдар? Бұл жасалған заттардың көлемін не деп айтады деп ойлайсыңдар? Өте жақсы. Жұмыс деп айтады. Қандай жылдамдықпен жұмыс жасадыңдар? Осы жасалған жұмыстың жылдамдығын не дейді? Әрине, өнімділік дейді. Тамаша. Балалар, ал енді мына бір экрандағы суретке назар аударайық. Осы есепті орындай отырып, әрбір баланың келешекте қандай мамандық таңдағанын білетін боламыз. Қане, жылдам орындайық. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша барлықтарыңда жылдам орындағансыңдар деген ойдамын. Және де барлығың дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Ал енді қалай орындадыңдар? Әрине, көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту арқылы, көп таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу арқылы есепті орындап шығардыңдар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, белгілі бір уақыт ішінде жасалған бөлшек саны жұмыс деп аталады. Жұмыс жылдамдығын өнімділік дейміз. Өнімділік уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмыс. Естеріңде сақтап қалыңдар. Өнімділік V әрпімен белгіленеді. Ал уақыт T әрпімен белгіленеді. Жұмыс A әрпімен белгіленеді. Әрбір өнімділік, уақыт, жұмыс белгісіз болса, оларды табуға болады. Яғни, өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. Ал жұмыс белгісіз болса, өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Мұны естеріңізде сақтап қалыңыздар. Ал енді осы өнімділікке байланысты біраз есептерді шығарып көрелік. Экранға назар аударыңдар. Экранда кесте берілген. Яғни, шебердің өнімділігі белгілі. Жасалған уақыты белгілі. Не белгісіз? Дұрыс айтасыңдар. Жұмыс белгісіз. Жұмысты табу үшін не істейміз? Жарайсыңдар. Өнімділік пен уақытты көбейтеміз. Сонда біздің жұмысымыз қанша болды? Өте жақсы. 120 бөлшек екен. Ал енді шебердің шәкірті жасалған өнімділігі белгілі, уақыты белгілі, ал енді жұмысы белгісіз. Қане, жұмысты табу үшін не істейміз? Қалай есептеп шығарамыз? Әрине, өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Тамаша. Сонда қанша бөлшек жасап шықты екен? 28 бөлшек жасаған екен. Ал енді тігінші. Тігінші 48 көйлек тіккен екен. Сол 48 көйлекті 3 күнде тіккен екен. Ал енді өнімділігі белгісіз. Өнімділікті табу үшін не істейміз? Өте жақсы. 48-ді 3-ке бөлеміз. Сонда бізге өнімділік шығады. Яғни жұмысты уақытқа бөлеміз. Жарайсыңдар. Келесі, металл жонушы.
Металл жонушының жасаған жұмысы, яғни бөлшегі белгілі, уақыты белгілі, оның өнімділігі белгісіз. Оны табу үшін не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. Жұмысты уақытқа бөлеміз. Сонда бізде металл жонушының өнімділігі шықты. Ал енді мәтін теруші. Мәтін теруші жұмысы белгілі 36 бет. Өнімі оның 2 бет минутына. Ал енді қанша уақыт терді екен? Оны қалай есептеп табамыз? Дұрыс айтасыңдар. 36-ны 2-ге бөлеміз. Сонда 18 минутта шыққан екен. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Есеп түсінікті болды ма? Менің ойымша барлығы да түсінікті болған сияқты. Тамаша. Балалар, ал енді мынандай блиц турнир ойнап көрейік. Қане, жұмысты табу үшін не істейтін болдық? Өте жақсы. Өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Өнімділікті табу үшін не істейміз? Өте жақсы. Жұмысты уақытқа бөлеміз. Ал енді уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке береміз. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сабақ сендерге түсінікті болған сияқты. Олай болса, үйге тапсырма жазып алыңдар. Үйде оқулықтың 80-ші беттегі номер 9-шы есепті орындаймыз. Жақсы, сабақ түсінікті болса, сау болыңыздар.